Не зря говорят, что на западном берегу Байкала сохраняются обычаи, зародившиеся задолго до рождения Чингисхана. Так, в сокровенном сказании монголов описано, что после обряда поклонения предкам матери Чингисхана Ойлум не была предоставлена положенная каждому члену рода доля жертвенного угощения. Это был переломный момент в судьбе будущего Чингисхана. С тех пор прошла почти 1000 лет, но обряд Улгы-Тогарха сохраняется практически в неизменном виде. Об этом мы узнали в селе Нигда Аларского района. Бүгітті жыл бір қарным түбіде. Арқыда әләрі, мұңғыйма солғырат әләрі, хилсат үдірі қарғат, қарнытты теттетінде зұлхиға шанным құниятында алат, құнямеқі шанны, борқында өдімді бүгітті мөргінім де, нана көкедіне хән япқарың, үбіді қабдым бай япқарың қылу, чүк бұтты қарғи қарғыным де, тежі мөргін өтті. Мөргәт худың дәрежуға дудың қона, мөргә дудың қона, мәқия зұлхия, гірбірі батырына балсат герта сарным де, бұмда баға бантақымды бақты кет. Ават гертайрат баға қалда мүдуымдымда орбандар тірімді бәні, орбандар қалда мүдулады жегет, ямнутты чет, үбгітак жыл бірі қарным де, жыл бірі.